Сәлеметсіздер, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен Мама Санара. Достар, бүгін менде бақтық көп. Екінші бөлім. Қазір біз достар, мен қазір рубашка, екі шалбар, бір пиджак, сосын бір туфли алам. И жилет. Сразу пиджак көрдік, материалы прям күшті. Қатыршы. Рубашкамен киген кезде әдемі болады. Жеңін қысқартамыз, иық күшті кеп тұр, қараңыздар. Қайсы? Иә, күшті тұр, маған қараш. 30 мың дейді, жеңін ғана қысқартқызу керек. Ол любой ненің жеңін қысқартылады, балам костюмның. Былай енді қолын көтерші кішкене былай жоғары қарай. Бүйтіп, иә, ыңғайлама. Олай жоқ. Сүр. Ары қарай. Вот, нормальный сияқты. Или бір размер үлкенін көреміз ба? Неше жасы ішін ашып қарыш? 11-12. 11-12 ма? Мынаны қараңыздар, матасы мынандай. И модели де андай свободный, да, классика емес. Күшті? Зарадамыз ғой. Қанша мың деп тұр бұны? Так, 30 мың дейді. Айбый ма? Бақшылар киімнен жаңан ғой. Басқа магазиндерді қарап келек. Иә. Айбый, бірақ күшті екен. Кигіздіртпейді ғой бұлар қаршы. Мынау қызық болып тұр да маған. Мынау да. Мынау не? Рубашка да? Рубашка. Кеттік, в общем, басқасына барайық, балам болмады мынау. Түші киім керегін сөйткен бәрін. Түші киімім дайын дейді, мен ойлағам ғой, түші киім қосып аламыз деп. Кроссовка, в общем, шорты, футболка бәрі бар екен баламда. Біз әлі таппай жүрміз. Зарадан қарадық, не болып тұрандай. Рубашкалар ұнамады, сонымен басқасына кеттік, в общем. Саламатсыздар ма? В общем, міне костюмдар балам, міне шалбарлар. Әлі қарауды айтсай, бұл жақтан қарауды. На жаңағы пиджак, например, 30 мың, зато күшті пиджакта. А мына пиджак, қазір көреміз, 18 мың екен. Разница күшті екен балам, бірақ. Көреміз қазір. Еще можно еще другой модель? Но тұрсып тұратын сияқты, білмеймін, зауженный сияқты ма аяқ жағышы. Көрек енді. Мынау, в общем, қалың екен. Көктемде, ойбай, күзде киеді, в общем. Сондай қазір киіп көрейік. Енді рубашка беріңізші деп жатырмын. Осындай екі түрлі, в общем, біреу зауженный сияқты тұрмағаншы. Материал, мұжылып қалатын материал ғой. Вот ұнамайды маған осындай материал шы. Ладно, көрейік киіп. Мұхамеджан киініп жатыр. Мына жердің рубашкасы вообще ұнамайды маған. Ана мұжылып қалатын рубашкалар бар, сондай, в общем. Қазір қараймыз басқа жерден. Шалбар, в общем, екі-екіден алам. Екі шалбар, екі рубашка. Костюм ұнамады мына жердің. Қанша еще? Жилет, в общем, и туфли. Мынандайдың бір размер кішісін алмасақ, мынаны қараңыздар. Мына жер мынандай. Иығы деген мына жағына түсіп кетті. Қазір өзіне ровно шақ размерін алып білеме бар. Вот 9-10, жаңағы 11-12 жас екен ғой. В общем, міне полоныкі жаңағы көрсеткен футболка әдемі. Мына шалбары күшті, бірақ бір размер кіші болып тұрды. Андай шалбар емес та, бұл шалбаршы свободный, күшті прям. Мынау сияқты классика емес, классика ғой, но андай тырысып тұрмайтын классика. В общем, енді осындай шалбар іздейміз. Бұның бір размер үлкені жоқ екен. Мұхамеджанға тырысып тұрмаған, ұнамай тұр дейді. Мен мынауыңды кие ғой. Жилет көрек. Полоның футболкасын бәрі киеді, кигізеді дейді. Тағы бір размер үлкен сұрайын ба? Қайсы бері қараш? Ой, әдемі ғой балам. Бұдан бір размер үлкен болса, үлкен болып кетеді. Түймесін түймелі де. Уже деген дәу болып кетеді ғой, андағы как раз ғой. Спасибо.
Всего доброго. Ага, до свидания. Келесіне келдік. Осы жерде бар деп әкелді бізді. В общем, жаңағы мынандай сияқты. Да? Бар сияқты ма, балам? Осындай мата. Нормальный сияқты. Жоқ, өте емес сияқты. О, міне шалбар, балам. Бірақ сендерге мынандай кигізбейді ғой, иә? Қыры бар болу керек қой, иә? Неге? Кигізбейтін шығар. Қыр салып берсем салына ма екен мынандай матаға? В общем, бұл тырысқан, классическийдің тырысқанын кие алмайды, осындай кең болу керек қой бұған, Иә. Қарайық. Мына жерлер кіргеніміз қазір енді полный қарап шығып қазір қайсысын көрдік. Міне мынау ғой, балам. Мынау да әдемі екен. Мынаны қара да. Тоже тырыспайды, иә, кең екен. Әдемі екен. Осы. Давай осыны киіп көрейік. Мә, қарасай, ала сағаным как раз болды ғой. Еще ұстап көрші. Іші бәрі нормально. Төмен түсір. Беліңе қарай түсіре ғой. Бір размер кішісін қарайық. Мына жердің де рубашкасын қараңыздар. Матасы мынандай. В общем, мұжыла беретін мата бар ғой. Сондай мата ғой. Бізге ондай қызық емес, кеше аружанка күшті болған. Мынаның матасы более нормальный, балам. Көресің ба осыдан? Давайте. Осы рубашкамен жаңағы шалбарды киіп көреміз. Рубашкасы күшті тұрды. Шалбары, в общем, болмай жатыр. Рубашкасы прям күшті болды. Андай жаздық рубашка да. Бір жаздық, екі қолы бар аламыз ба сонда? Иә. Сен не переборщи, бір футболка, бір жеңі қысқа рубашка, екі ұзын, төртеу болайын деп. Бір өзін. Деп ойлайсың ба? Екі, иә. Мына рубашканы қараңыздар, матасы қатты. Неге камерам жанып өшіп жатыр? Жанып жатыр, мына светтерден ғой деймін. В общем, мынандай қатты мата ұнайды дейді да. Көрініп тұр ғой, матасы. В общем, осындай киіп көреміз. Алдында тура осындай алғанбыз. Ұнады ма сол? Ой, краш болды. Әдемі болды. Шалбар таптық, неужели, балам? Өзіңе ұнап тұр ма шалбарың? Қараңыздар. Андай шалбар емес, в общем. Міне матасы. Андай классиканың матасы емес, в общем. Свободныйдың матасы. Арты үшін. Мен қазір 0,5 түсейін. Міне. Әдемі болып тұр, балам. Осы екеуінді аламыз, е? Осы екеуін. Бір кішкентай екеуін. Все, неужели? Шалбар таптық. Осындай екеу алсайық та енді. Мынадан ба? Мына шалбардан ба? Или біреу жететін жақта. Давай. Жытылмайды. Оның қарсы аяқта тұр ғой, балам. В общем, осы шалбардан екеу ала салайық дейді. Біреу жетеді, вообще. Қош балам, сонда да екеу кезектестіріп келсін. Былтыр біреу алам деп, артынан екеу алып, сонымен 3 шалбар болған, жыртылып, в общем. Маған ұнап тұр. Жилет алдық, 2 рубашка алдық, 1 футболка алдық, шалбар алдық. Енді пиджак, сумка. Эйбей. Пиджак тауып болдық уже. Пиджак. Енді 2 зат қалды. Болды сонымен, Мен достарыммен Түркия сататын жерге барған ғой. Күшті Түркия тауып соны алады. қараңыздар. Духиді көріп алып. Қанша теңге тұрады ол духи? Сенің арманың 40 мың ба, немене ба? Ал 40 мың білесіз ба? Мынау бар ғой. Бір арманын орындасаң, екінші арман дайын тұрады екен. Айналайын, менде де арман бар, негізі. Ал енді қараңыздар. Бері қарашы, балам. Міне, маған қара. Мә, күшті болды. Зарадан алдық. Біз мына пиджак деген андай ғой. Классика сияқты тырысып тұрмайды. Қараңыздар. Күшті шалбарды әдемі болып шыға келді. Шалбар мен комплект. Туфли ғана балама бергесен. Туфли ғана балама ұнамай тұр. Атак қалғанының бәрі ұнап тұр. Белін көрсетші. Бері қарашы. Міне шалбары күшті болып шықты. Комплект Зарадан алыңыздар, в общем, күшті екен, енді рекомендация болып тұр, в общем. Вот, в общем, толған пакет Айбай, енді оны менің каналымнан көресіздер енді. Прям там очень классно, прям очень классно. Я еще что-то хочу купить, но это де-факто я увидела.
Чё там? Мисты, как в Солдо-Жанейро. Не ол так? Короче, помните, я хотела, когда мы в Египет пошли же, мен торговый центрден барам Сефорадан Солдо-Жанейроның мистін алам деп. Сол ана жерде де фактурный өзінікі бар екен. Қанша екен? Они очень вкусные. 2 мың тұрады всего лишь. Вот такая, еще она побольше. Хамитжан, ризасың ба? Я рахмет. Ойындағыдай ала алдың ба, балам? Я барлық. Пиджак, ең бірінші келе салғанда біз сол Зараның сол пиджагын көргенбіз, иә. Соның шалбары да бар екен, оказывается. Ең бірінші көргенімізді ең соңынан келіп алғасың ғой. Сонымен баламның бүгінгі покупкасы удачный болды. Біз алмаған қандай заттар қалды, балам, айтшы? Ну, кроссовки и сумка. Кроссовка дегенде туфли сияқты кроссовка, ана немен киетін, костюммен киетін. Одан кейін сумка. Сол екеуі ғана қалды, иә? Қалған полный алынды, в общем. Достар, біз үйге келдік. Мен бүкіл киімдерімді осылай төсекке қойып дайындап қойдым сізге. Вешалкамен ба? Иә. Мынау жаңағы жилеткасы обычный қылып алдық, иә. Бірақ қараңыздар, что-то матасы екеуі екі түрлі. Но шалбармен біз бағана естеріңізде болса, бір шалбарды де-фактіден алған, біз оны өткіздік, түсірмеп біз оны өткіздік те, екеуін де бірдей қылып Зарадан алдық, в общем, ауыстырып кет депші, екеуін. Ну, обычный рубашка. Обычный қатты матасы. Иә, маған сондай негізі. Бұл жилетка. Мынау бізде осындай әдемі. Енді матасын айтамай, мынаның күшті. Өзінің бұрынғы пиджактары сияқты емес, мынау андай үлкендердің пиджактары сияқты. Және де мен мынаны кеттім ғой. Қайсы көрсете ғой? Андай. Жаңағы осы күн ыстық қоя алмады да. Сол кезінде осыны кие салам. Соны кием дейді. Одан да ыстығырақ болса, онда мынаны кие салам, теннисканы кие салады. Сосын тағы бір екеуін бірдей қылып алдық. Просто ауыстырып, анау күрлі қылады, мынаны киеді деген сияқты ғой. Біреу жыртылып қалған мүмкін. Балам, ана костюмыңды алып қойшы, или сол жерге барып көрсетейін ба? Костюм, в общем, обычный, барлық жерде сатылатын костюм міне осындай. Мынаны қараңыздар, маталарын қазір көрсетем. Фокус жоғалып кетіп жатыр. Матасы наның матасы костюмдікі ғой, қатты прям. Мынаның матасы жұмсақ. Қалай тұрсаң солай тұратын матада. Мынау кофта сияқты, да? Иә, мынау тікірейіп тұратын мата, в общем. Енді бағасын бәрін көрсеттік қой, бағана мынау енді сол бағаға стоящий, прям күшті десе күшті шықты. Достар, мен енді сіздерге бүкіл киімдерімді көрсеттім. Аяқ киім алмадық, сумка алмадық. Аяқ киім мен сумканы таппадық. Иә, үшінші часть бола ма, болмай ма? Сен білесің ғой, енді бола ма, болмай ма, балам? Онда сіздер үшін үшінші часть интрига болсын. Үшінші часть түсіреміз, в общем. Сумка, аяқ киім. Түсірмеймін ба, өзімнің. Мен интрига қалдырам специально. Көрдіңіздер ғой, интрига. Иә. В общем, мощный алайын деп тұр, онда енді анау-мынауын алмайды бұл бала деген. Анау-мынау ұнай бермейді, нервотрепка ғой. Неше шалбар киді, нешеуін киді. Ішінде ұнағандар осы болдышы. Ұнау өте қиын. Сол? Енді достар, видеом аяқталды деп ойлаймын. Бүкіл заттардың әдемі сіздерге көрсеттім. Енді видео бітіру керек. Иә, давайте десе. Қоштасамыз. Қош сау болыңыздар. Пока-пока.